Қайырлы күн. Бүгін мына ютубтағы салған видеода автор несі жалып кеп тұрғаны, қалай музыкасын ауыстыруға болады деген сұраққа соған жауап берейін дедім. Енді мінекей кеттік, ютубымызға кіріп көрейік. Ютубқа кіріп көрейік. Ваш видео дегенді бассақ, мінекей жалобы авторские права деп тұр мына менде. Енді осыны кетіру үшін бізге Google-ге кіреміз. Мінекей Google-де мына studio.youtube.com деп жазыңыздар. studio.youtube.com деп менде просто дайын тұр. Міне осылай жазасыз төбесіне и үстінен басасыз. Мінекей ең біріншіде тұр мына жерде YouTube студия деп, соның үстінен басасыз. Өсіп басқаннан кейін мінекей менің өзімнің жағы нем шықты, аккаунтым шықты. Егер де сізде басқа аккаунтыңыз болса, мына төбеде мына жанында тұр ғой мына жерде. Сол жерден бүйтіп бассаңыз, аккаунтыңызды тауып аласыз. Мінекей оны үлкейтіп көруге де болады. Мінекей мой канал деп жаңағы сменить аккаунт десеңіз, аккаунттар шығады, өзіңіздің қанша аккаунтыңыз бар. Соны қайттан шығып кеттім ғой деймін. Міне кәдімгідей. Енді мына байқаңыздар, мына енді төбе жағында, мына жанында мінекей нелер тұр, батырмалар тұр мына жерде. Соның мынау контент деген екіншісін басамыз. Мінекей. Енді осыны кішірейтеміз. Сөйтіп жылжытып қараймыз. Мынау осы жаңа бірінші тұрғанында менде авторский не бар деп тұр. Жылжытамда қараймын. Міне. Көрдіңіздер ме? Қолмен саусақпен өстіп түртсеңіздер, өзі жылжып шығады астынан. Міне автор несі. Енді осының автор деп, авторский право деген үстінен басамыз. Міне. Басамыз да, басқан кезде мына подробный шығады жазу. Соның үстінен басасыздар. Енді осының үстінен мінекей осы шықты. Енді осы жерде байқаңыздар, мына тура жанында, астыңғы жағында 3 точка тұр. Көзге қазір ілінбей тұруы мүмкін, көзге ілінбей тұр. Мен оны қазір түртем. Міне, түрткен кезде мынандай не шығады. Заменить трек или удалить дейді. Жаңа әніңізді өшіреміз ба, или ауыстырасыз ба дейді. Енді сіз ауыстырам десеңіз, заменить трек дейсіз. Замениттің үстінен басамыз. Фонетикаға кіреді бізде студияда. Фонетика деген ютубтың өзінің автор несі құқығы жоқ музыкалар шығады. Мінекей. Енді мынаны сәл кішірейтеміз. Қазір неға кіріп кетті ғой. Так. Қайтадан неға шығып кетті. Қайттан немізге кіреміз, өзіміздің контентке. Енді осы жерде авторский право дегенді тауып аламыз. Үстінен басамыз. Подробныйдың үстінен басамыз. Мінекей мына жанында, астында жанында 3 точка тұр. Кішкентай. Сол 3 точканы үстінен басасыз. Сол кейін мына заменитті басамыз. Бізге ютубтың өзінің фонетика несі кіреді. Мінекей. Мына музыкалар тұр. Жанында көрдіңіздер ме? Енді сәл үлкейтіп, замена трека деген музыкалар тұрады. Мен ол жерде музыканың дауысы өшіру тұр. Осы жерде енді осының ішінен жанрды
іздеп сол жанрды басып өзіміз таңдаған музыканы қоямыз. Жанрды бассаңыздар да мына жерде жанрды мына жерде бассаңыздар ой құдай мінекей жанрды мына жерде тұр. Жанрды үстіне бассаңыздар міне әртүрлі музыка тұр. Детскийдің де музыкасы бар мына жерде, классика, үшін танцы, электроника, үшін өздеріңіз осы жерде бәрін асықпай таңдап, не болса да сөйтіп астындағысы мына применить деген тұр мына көк. Соны применить етесіздер. Содан кейін барып мына жағынан музыкаларды таңдай бересіздер. Өстіп таңдап, ең соңында таңдағаннан кейін міне добавить деген жазылып тұр ғой міне. Добавить. Енді мен музыкаға добавить етпей қойын, оны мен өшірем. Жаңағы авторский правосы бар әдеге жіберіп отырмын бұл видеоны. Мінекей. Соны егер де жаңағыдай добавить етем десеңіздер, ладно, мына добавить етеміз қазір. Мына қайсысы музыка? Ал онда добавить етеміз. Жаңағы мынау өлеңді добавить еттік қой. Енді мына сохранитті басамыз. Мінекей, сохранитті басамыз. Одан кейін мына не шықты? Заменить трек, сохранить деп. Бәрін басамыз. Сохранить. Енді осымен біраз уақыт алады. Енді осы музыканың несін өздері ауыстырады. Бұған көп уақыт алады. Мына жерде уже жазып тұр. Это может занять некоторое время дейді. Менің көзім несі жетпей жатыр. Вы можете закрыть эту страницу и вернуться попозже дейді. Попозднее. Енді құда қаласа музыкасы ауысып бірақ шығады. Ал енді жалып келмесін нелеріңізге, музыкаларыңызға, жаңағы видеоларыңызға, сәттілік бәріңізге тілейтін. Ал енді мен жаңағы ожидать етіп қойдым мына нені, жаңағы камераны. Енді кіріп көреміз. Мына ваше видеоны басамыз. Мінекей уже жаңа не жоқ. Жалбы деген жоқ. Қазір мына музыкасын ауыстырамыз. Міне енді осылай ауыстырып, видеоңызды өшірмей осылай жасауыңызға болады. Бәріңізге сәттілік. Ұнаса тіркеліп, лайк басып, комментарий жазсаңыздар өте қуаныштымын. Ал енді кездескенше жақсы.